Бұл Батыс Қазақстан облысындағы жалғыз кардио орталық. Жүрек аурулар ауруханасы 168 орынға арналған. Бұл жерде дәрігерлер уақытпен санаспайды. Аурухана күндіз-түні науқастарды қабылдайды. Бұл жүрек аурулары ауруханасына жедел жәрдеммен күніне 40-50 науқас түседі. Жылына 100 адамның жүрегіне ота жасалады. Бұл жерде жоғары білікті кардиологтар мен кардиохирургтар жұмыс істейді. Кардио орталыққа келетін науқастар өте көп. Ауруханаға түсетін жүктемені азайту үшін қазір жоспарлы тексерістердің бәрін қалалық емханаларда жүргізетін болған. Қан тамыр аурулары, ол енді тұқым қуалаушылық деп айтамыз, как сахарный диабет сияқты, бірақ ол аурудың алдын алуға болады. Тек қана тұқым қуалаушылық 20% ғана, аржанды 80% біздер эпигенетика дейміз, өзіміз жүре бара өзімізге ауруды тауып аламыз. Ол жаңа дене салмақтың артуы, тұзды тамақты көп ішу, адамның дене қозғалысының аздығы, сақтамауды, тамақтың ішуін, мөлшерін сақтамау, соның бәрінің арқасында жүрек қан тамыр ауруына шалдығуға болады. Ол аурудың алдын алуға болады. Батыс Қазақстан облысында заманауи кең кардио орталық керек деп айтылғалы бірнеше жылдың жүзі болды. Себебі қазір ғимарат өте ескі әрі тар. 2028 жылға қарай Ақжайық шағын ауданында көп бейінді аурухана салынады деп күтіліп отыр. Сол жерде жүрек ауруларына арналған 160 орындық бөлімшенің құрылысы қарастырылып жатыр дейді мамандар. Вопрос остается открытым. Сейчас идет проектно-сметная документация, что в 2028 году микрорайон Ақжайық будет строиться областная многопрофильная больница, и мы там в составе будем 110 кардиологических коек и 50 кардиохирургических коек. В плане стоит, я это видела, поэтому надеемся, что через 2 года у нас будет типовая новая больница. Дәрігерлер соңғы жылдары жүрек қан тамырлар аурулары көбейіп бара жатыр деп дабыл қағуда. Тек биылдың өзінде жүрек қан тамырлар аурулары 5,13%-ға өскен. Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысы бойынша 97 мыңнан астам адам жүрек қан тамырлары аурулары бойынша есепте тұр. Операция сәтті өтті. Операцияны жасаған маған осындағы врач Руслан Кадырболатович. Сосын сол кісі арқылы осындағы бүкіл кардиоцентрға үлкен мен алғысымды білдірем. Қарсылап алды, сондай жақсы қызмет көрсетті, барлығы өте мейірімді. Міне жүрекке жұмыс жасайтын кісілер екенін көрініп тұр. Ал Ақжайық шағын ауданында салынады деген көп бейінді аурухана әзірге тек қағаз жүзінде. Оның нақты қашан жүзеге асатыны белгісіз. Жанат Көшкінбай, Наурыз Қалитов, Жайық пресс.